Әссәләму алейкум. Жақында ғана сіңілімдей болып кеткен жақынымның босануына қасына серік болып кірген едім және өз тәжірибеммен сіздермен бөлісе кеткім келіп отыр. Жалпы жеңіл босану үшін қандай сүрелер, дұғалар, аяттар оқыған дұрыс, толық түсінікті етіп сіздерге айтатын боламын. Болашақ аналар, видеоны соңына дейін мұқият қарауға кеңес беремін. Және менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз. Арнамда осыған ұқсас пайдалы видеолар өте көп. Ең бірінші мен сіңілімнің қасына партнер болғанымнан бастайын. Босанушы жасы 22-де тұңғыш баласын дүниеге әкелді. Ең бірінші Алланың, екінші өзінің дайындығының арқасында толғағы жеңіл өтті. Партнер ретінде мен босанушыға тек рухани және моральдық қолдау көрсеттім. Ең алдымен физикалық қолдау. Бұл беліне, арқасына жеңіл массаж жасау. Қолынан ұстап тыныштандыру, терең тыныс алуды бірге жасауға көмектесу. Ал рухани қолдау сүрелер мен дұғалар арқылы болады. Партнер ретінде босанушының беліне массаж жасап жатып, мына сүрелерді оқыдым. Ең бірінші Фатиха сүресі, кейін Иқлас сүресі, Фәләқ, Нас сүрелері және Аятул Курси және қысқа дұғаларды оқи бердім. Қандай сүре дұғаларды оқығанымды экран бетіне жазып қалдырып кетемін. Міндетті түрде скриндап алыңыздар. Сүрелер мен дұғаларды іштей немесе жай дауыспен оқу ананың жүрегін сабырға толтырады. Жалпы босанушы әйел немесе партнер Құрандағы кез келген сүре дұғаларды айта берсе болады. Жалпы Құранның өзі адамға шипа. Ал егер нақты қандай дұға айтарыңызды білмей жүрсеңіз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қызы Фатиманың радиаллаху ан ай күні жақындаған босанар шағында Умму Салама және Зайнаб бинт Жахшқа радиаллаху анху барып Аятул Курсиді сонымен қатар мына дұғаны айтуды бұйырады. Инна роббакумуллаху лази халақас самауати вал ард фи أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Осы дұға сонымен бірге төмендегі аяттарды да оқуға болады. Мен экран бетіне жазып қалдырып кетемін. Құран аяттарын өз ауыздарыңызбен оқысаңыздар болады. Ең бірінші Бақара сүресінен 286 аят. Екінші Рағд сүресі 8 аят. Үшінші Фатир сүресі 11 аят. Төртінші Нәхл сүресі 78 аят. Және осы экранда көрсетілген дұғалардың барлығын оқып шығуға кеңес беремін. Мына дұғалардың ішінде өзіме ең қатты көмектескен жүрегіме жақын дұғаны айта кетейін. Көбінесе емтихан тапсыратын студенттер де осы дұғаны айтса болады. Немесе қандай да бір қиындыққа тап болсаңыз да осы дұғаны айтуға болады. Алла жеңілдігін береді. Аллахумма ла сахла илля ма жаалтаху сахла ва анта таджалул хазна иза ши'та сахла. Осы дұғаны міндетті түрде айтыңыздар. Мен тұңғышымды босанарда толғағымды осы дұға арқылы жеңілдеткенмін. Әрине, біріншісі болған соң босануым қиын болса да, толғағым өте жеңіл болды. Барлығы осы дұғалар арқылы деп ойлаймын. Және сүре дұғалардан бөлек Аллахтың 99 есімі де көмектеседі. Сондықтан 99 есімді де жаттап жүруге кеңес беремін. Босанушының қасына партнер болып кіргеннен кейін тек белінен массаж жасап сүре дұғаларды қайталай беріп қана қоймай, оған жылы сөздер айту арқылы да толғағын жеңілдетуге болады. Мысалы, аз қалды, сабыр ет, Алла қасыңда. Қызың немесе ұлың саған асығып жатыр. Қазір сен оны аман-есен дүниеге әкелесің. Сенің кеудеңде жып-жылы болып пысылдап жатады. Оны емізесің, иіскейсің, сәл шыда. Бұл сынақ мәңгі емес. Артында қуаныш бар. Қазір қасыңа алып иіскейтін сәтке жақындап қалдың деген сөздер босанушы әйелге үлкен қолдау болады. Әйел босанғанда қасында болған адамның әрбір сөзі мен іс-әрекеті үлкен көмек және сауапты іс.
босанушы әйелдің қасында жаны ашитын жақыны немесе білікті маман, яғни доула болғаны дұрыс. Бүгінгі айтқан сүре дұғаларды тек босанушы әйелдің партнері ғана емес, босанатын әйел жүкті кезден бастап қайта-қайта қайталай бергені дұрыс. Әсіресе Алланың 99 есімін. Әр әйел босанған кезде қолдау мен мейірімге зәру. Сондықтан сүре дұға оқу, жылы сөздер айту, массаж жасап қасында болу оның толғағын жеңілдетіп, жүрегіне сабыр береді. Ал босанатын әйелдің қасында ешкім болмаса, бұл қорқыныш емес, керісінше қайта-қайта мен айтқан сүрелер, аяттар, дұғаларды айтып, Алладан жәрдем сұраса, Алла ол әйелдің жанында оны қорғап тұр деп түсіну керек. Сіздермен бүгінгі видеода болған Кәусар. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңіз үшін көп рахмет. Егер арнаға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазыла кетіңіз және лайк пен пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алла барша аналарға жеңіл босануды нәсіп етсін. Әмин.